бизнес жүргізетін болсаңыз, ешқашан адамға сенбеңіз. Тек қана бір Аллаға сеніңіз. Неге? Өйткені адам деген бір күнде мың құбылады. Бүгін сенмен келісті ма, қол алысты ма, ертең оның ойы өзгереді. Әйелі қарсы болады. Өзі бірдеңкеден айнып қалады, жүрегінен айнып қалады. Ақшасы болмай қалады. Не болмаса өзі бір басқа бизнес жүргізгісіге кетеді. Мың құбылады. Бизнес деген ол өте ауыр жұмыс, өте ауыр кәсіп. Бизнеспен қорқақ болсан, айналыспаған жөн, оған бармаған жөн. Бизнеста тек қана Аллаға сен және өзіне сен. Неге? Өйткені мен де кезінде бизнес жүргізгенде адамдарға сенетіндей бір бизнесім болған кезде мен ол адамға көндім. Ол адам түсінгеннен кейін бизнесте мен оған ғана сеніп отқанды. Ол оның маған деген билігі жүрді. Сол кезде мен оған шыдауға мәжбүр болдым, көнуге мәжбүр болдым. Және де шыдадым. Одан кейін менде оны ауыстыратындай кадр болғаннан кейін, мүмкіншілік болғаннан кейін мен бірден ол адамды ауыстырып тастадым. Бизнесте тек қана өзіне сен және Аллаға сен. Егер де мықты бизнес жүргізіңіз келсе, менің бизнес командама қосылыңыз, үйретеміз. Дәл осындай мотивациялық видео түсіресіз. Бизнесіңіз алға басады, алға жүреді. Тіркеліңіз, жазыңыз, лайк басыңыз. Ақылдасайық, кеңесейік, маған жазыңыз. Іске сәт, сау саламат.